Армысыздар, оператор РОПтың қоржына жиналған 220 миллиард теңгенің 100 миллиардтан астамы жеңілдетілген несиеге беріледі дегенбіз, алайда ол ақшада біздің қолымызға оңайлықпен тимейтін сияқты. Бұған индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің айтып отқан ұсынысы дәлел, енді рет-ретімен баяндап берейін. Бұған дейін үкімет басшысы Алихан Смайылов 100 миллиард теңгеден астам ақша жеңілдетілген несиемен халыққа беріледі деп президентке есеп берген болатын. Енді ол ақша биыл барлығы толықтай халықтың игілігіне жұмсалмайтын сияқты. Жалпы ақша екі жақтан алынады. Жаңағы оператор РОПтан ғана емес, мемлекеттің бюджетінен де 150 миллиард теңге бөлінбекші. Дегенмен, оның барлығын бірдей несие қылып бере салмайды. Себебі, олардың ұсыныстары бойынша биыл тек қана 30 миллиард теңге жеңілдетілген несиеге беріледі. Келер жылы 45 миллиард, ал 2024 жылы 50 миллиард солай жалғаса береді. Ал ана РОПтан бөлінетін ақша ол белгісіз қалай берілетіні. Может, сразу берілет, может, Ол да жылдарға бөлінуі мүмкін, е? Иә. Енді келесі мәселе, шекті мөлшерде өзгереді. Қазір револьверлік тәсілмен жұмыс істеп тұрған жеңілдетілген несие бойынша ең қымбаты 15 миллион теңгенің көлігін алуға болатын, ал жаңа бағдарлама бойынша оның шекті мөлшері 10 миллион теңгеге дейін қысқартылмақ. 150 миллиард, ол жерде 10 миллион болады. Ал 100 миллиард, который РОПтан бөлінеді, ол жерде 7 миллионға дейін болады. Займ. Иә. Вот сондай. Жоқ, енді сонда қазір мысалға 15 миллиондықтарды ала алмаймыз ба? Жоқ, ол бәрі бір программа болып кетуі мүмкін, ол тоже белгісіз. Ол действующий программа, ол жерде 15 миллион. Мынау жаңадан ең келіп жатқаннан кейін. Бұныкі енді жаңаныкі точно 10-ға түсе ме, әлде ол да түспей қалуы мүмкін ба? Түсет, 10-ға түсет по-любому. Чтобы бізге неғұрлым көп адамды көлікпен қамтамасыз ету ғой, бұл жерде мақсаты түсінеміз ба? Енді талдайық. Биылға бөлінетін 30 миллиард теңге дейік. Ал алынатын көліктердің орташа бағасы 6 миллион деп есептесек. Мысал айтып отырым, себебі ең арзан көлік қазіргі сатылып жатқан салонда Lada Granta екен 3 миллион 700 мың теңге, ал Niva, Nexia көліктері 5 миллион 300 теңгеден басталады. Солардың барлығының орташа бағасын есептесек, 6 миллион деп алатын болсақ, биыл 5 мың адам жаңа көлікті жеңілдетілген несиемен алуға мүмкіндігі болады екен. Орташа баға 8 миллион деп есептесек, тек 3700 адам ғана жеңілдетілген несиеге ие бола алады. Ал бізде қазірдің өзінде 15 мың адам осы жеңілдетілген несиеге кезекте тұр. Яғни барлығымызға бірдей бұл жеңілдетілген несие тимейтін сияқты. Айтпақшы, өткен шығарылымда айтып едім ғой, 100 миллиард теңгенің барлығы несиемен береміз дейді, бірақ автосалондарда көлік жоқ, не берейін деп отыр деп. Осы тапшылық мәселесін жыл сайын аз-аздан таратып, ақырын шешейін деп отқан тәрізді, себебі өндірісті бірден арттыруға мүмкіндік әрине жоқ. Айтпақшы, қандай көліктер алуға болады деген сауал бар. Қазіргі 10 миллионға дейінгі, оның ішінде тізімі жарияланды. Қазір экрандарыңызда көріп тұрсыздар. Оның ішінде, мысалы, Kia маркасынан алуға болады Picanto және Rio. Олардың бағасы 7 миллион 100-ден, 7 миллион 400-ден басталады екен. Ladaдан Granta, Largus, Niva, Vesta, X-Ray деген көліктің түрлерін алуға болады. Яғни Ladaның барлық түрі ғой мынау. Сосын Renaultдан Arcana, Captur дейді, Duster дейді. Ал Wazdan Hunter мен Patriot, Chevroletден Cobalt, Nexia, Spark, Tracker'ді алуға болады. Hyundaiдан Accent пен Creta, Elantra екен, және Jack'тың да бірнеше моделін алуға болады. S3, S5 және G7 дейді. Дегенмен бұл тура осы көліктерді ғана алуға мүмкіндік бар деген сөз емес, одан қымбаттарында алуға болады. Дегенмен оның шарты бөлек болады. Мысалы, қазір салонда сатылып жатқан Hyundai Tucsonның ең қымбат түрі 16 миллион 200 мың теңге. Оны жеңілдетілген несиемен алу үшін, біз білеміз, шекті мөлшер 10 миллион теңге. Жеңілдетілген несиемен алу үшін 6 миллион 200 мың теңгесін алдымен салонға төлейсіз. Қалған 10 миллион теңгесін жаңағы жеңілдетілген несиемен рәсімдейсіз. Егер де сіз алғашқы жарна төлейтін болсаңыз 10% немесе 20%, әлгі қалған 10 миллион теңгенің тағы да 10% немесе 20% алғашқы жарна ретінде банкқа төлейсіз. 1 миллион немесе 2 миллион. Сонда
өзіңіздің қалаған көлігіңізді алуға мүмкіндік болады, бірақ бұл барлығының қолынан келмейтіні әрине айдан анық. Бүгінге осы, амандықта жүздесейік. Сау болыңыздар.